Сәлем достар, кез келген пиццаға арналған осындай қамыр дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оның үстіне өте жып-жылы тұрған суымызды құямыз. Дрожжымызды саламыз, тұзымызды саламыз, және де аздап шекерімізді саламыз. Дрожж менде сухой дрожж. Жақсылап араластырғаннан кейін сұйық май болмаса оливковое маслоңызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алып, шамамен 40 минут 50 минут көлемінде тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп, тынып, орнына келеді. Одан кейін осылай оқтаудың көмегімен жайып, формамызға орналастырамыз. Бұл қамыр кез келген пицца түріне жарай береді. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.